Найман тайпасынан шыққан Кетбұға өзінің кезінде ұлы, шыршы, ақылды, би, үлкен дәрежеде қызмет істеген өте сондай енді абыз адам болды деп айтуға болады. Ол 1185 жылы өмірге келіп, 1260 жылы қаза тапты. Кетбұға, жаңа айтып кеттім, Найман тайпасынан шыққан деп. Найман тайпасы әуелде Алтайдың шығыс жағында тұрды, бірақ моңғолдармен соғысып Шыңғысханның уақытында бірінші моңғолдарға қарсы көрсеткен тайпалардың біреуі. Одан Таян хан мен Күшлік хан екеуі жеңіліп моңғолдардан күллі елді Алтайдың бер жағына шығарып, Тарбағатай арқылы Балқаштың батысына қарай келеді. Сол арада тұрған бұрынғы басқа тайпалармен келісіп, жер алып, сол арада тұра бастайды. Кетбұға оның жас кезінде Кетбұға деп қойған себептері де бар. Кете деген сөз моңғолдардың сөзі бойынша би деген мағынаны береді. Сонымен ол жас кезінен бастап Кетбұға деген атақ алды. Келе-келе өте күллі Дешті Қыпшаққа белгілі би атағын алды. Оны алты алаш түгел қосылып, күлді Дешті Қыпшақтың басты би деген атақ береді. Бұл өзінің кезінде тайпаларын басын қосып біріктіріп отырды. Одан кейін Жошы хан мынау біздің Дешті Қыпшаққа Сарыарқаға хан деп аталған уақытында сонымен бірге жұмыс жасады. Оның алдында мұның сондай өте халықтың ішіндегі авторитетінің жоғары екенін сезініп, даже Шыңғысханның өзі оны сыйлап отырған. Соның арқасында әрбір тайпадан бір адам Шыңғысханның жанында отырады екен. Сол кезінде Найман тайпасынан күллі Дешті Қыпшақ деп айтса да болады. Оның оң жағында ылғи да отыратын Кетбұға болған. Ол өзінде как советник ретінде деп айтуға болады. Ал енді Жошы ханды сайлағаннан кейін Шыңғысханның ең үлкен баласы Дешті Қыпшаққа. Соның жанына Шыңғысхан өзі Жошы ханның жанына Кетбұғаны отыруға өтініш жасайды. Өйткені Жошы хан ол халықты әлі дұрыс біле бермейді. Ал сен болсаң, олардың арасында өте сенің билігің жоғары, сонда соған сен ақылшы бол деді. Содан кейін ол Жошы ханның жанында 7 жылға шейін ақылшылық деген, советник деген сондай дәрежеде жанында болады. Жошы ханға мынау Дешті Қыпшақ өте ұнайды. Ол өзінше билік құрғысы келеді. Көп нәрсені өзінше жасағысы келіп,
әкесі Шыңғыс ханның айтқанына өте көне қоймайды. Өйткені Шыңғыс хан ол өте жауыз адам деп айтуға болады. Өйткені барған жерін түгел адамдарын қырып отырды, қалаларын қиратып отырды. Сондықтан Жошы хан ол халықты қырмау керек, қалаларды бұзбау керек, оның бәрін түгел сақтап қалу керек. Адамдар ертең керек болады деген сияқты сондай. Әрине оның жағындай өз бетінше елді басқарғысы келгені Шыңғыс ханда онша ұнаған жоқ. Ол кейде даже ойлайды екен, Шағатай екеуі болған у беріп өлтіру керек деген даже ойлар болған. Өйткені Жошы ханның өзі де әкесін сондай у беріп өлтіргісі келген. Өйткені ол одан қалай құтылатынын білмеді. Өйткені ол білді оның өте жауыз адам екенін. Енді 7 жыл жаңа айттық, Жошы хан бірге жанында болды, ақылшысы болды, тәрбиеші болды. Өйткені оның жасы Жошы ханнан үлкен болды. Ол өзінің әкесі Шыңғыс ханмен бірге қатарлы жұмыс істеген адам кетіп болған. Содан 1227 жылы бір аңға шыққан уақытында құландарға Жошы хан қаза табады. Оның болғаны мынандай болды. Бұл өзінде аңға шығу сәндік ретінде хандар сондай аңға шығып тұрады. Күзді күні қар жаңа түскен уақытында олар аңға шығады құландарға. Алдын ала жаңағыдай қорған, жаңағыдай бір құландарды мысалы ұстайтын ау сияқты құрып қойған. Соған жан-жағынан қоршап, жанындағы көмектері қиқулап қойған уақытында құландар сол жағы дайындап қойған жерлерге барып құлайды, не болмаса түседі. Соның ішінде бір ақса құлан құтылып шығып жеке қашады. Соны жошы қуат, оның астындағы ат өте жүйрік болғаннан кейін жанындағы көмекшілері бірталай уақыттан кейін одан көз жазып қалады. Сонымен не керек? 3 түн іздеп ақыры табады. Бірақ оның сүйегін табады. Өкінішке орай. Бұлардың білуінше құлан не қарсы қарап оған шабуыл жасап оны тістеді, не болмады оның астындағы аты құландармен бірге қосылып үйірге қосылып кетті. Оның ұстағанына шыбатқа дізгенін ұстай алмады. Соның арқасында ол аттан құлап, ат сүйреп өлтірген. Бір қолы үзіліп кеткен, басқа денесі құландардың тұяғының астында тапталып қалған. 3 күн іздеп әрең соны табады. Енді әрине оны жерлейді, басына там қояды. Енді оны қалай айтамыз дейді әкесіне. Өйткені моңғолдардың заңы бойынша қаралы хабар әкелген адам не оны тірідей көмеді, не болмаса өлтіреді. Соған қаралы жағдайды айтып Шыңғыс ханға айту үшін кім барады деген уақытында Кетбұға барады. Өйткені ол бірінші жошының ақылшысы болды, кеңесші болды, тәрбиеші болды. Екіншіден, қазақ халқының сол кезіндегі ең үлкен
аты шыққан жыраушы, биі, ақылдысы, барлық жағынан да енді үлкен жоғары дәрежеде. Қобызда өте жақсы ойнаған, домбырада өте жақсы ойнаған. Халқының қамын ойлап өзі барады. Өйткені Шыңғысханның мінезі, ол түркі халқы оның баласын әдейі өлтіртеді деп, ол үлкен әскер қол жіберу мүмкін еді. Сол арада тұрған қыпшақ тайпаларын қыруға. Не болмаса тағы да басқа бір жағдай жасайды. Сондықтан не болса да деп өзі кетеді. Ол кезінде Шыңғысхан мына Тибетке соғыс ашып, соған сол жақта Тибетте тұрды. Как раз қыс айында жорыққа шыққан. Ал оған бару үшін анау Алтай қырларынан, Тарбағатай қырларынан өтіп, арғы бетке шығыс жағына шығу керек, одан кейін барып Тибетке шейін бару керек. Ол қаншама жер, 2000, 3000, 4000 шақырым жер. Әрине, ол кезінде ондай жерге бару деген қиын, бірақ сонда да 3 ай 4 ай жүретін жолды бір жетте барды дейді. Бір жетте. Ол енді атты жолда айырбастап отырады. Қатты жүріс күнде 80, 100 шақырым жер жүріп отыру керек. Сонымен Шыңғысханға барады. Сол кезінде Шыңғысханда бір құландарға аңға, сол кезінде құландарға аңға шығып, сонда да ол да құлаған аттан төсек тартып жатыр екен. Тұра алмайды. Содан келіп, үйдің сыртынан қобызды ойнайды, аңыратып. Қобыздың дауысы күңгірлеп шыққан уақытында, зарлап шыққан уақытында төсекте жатқан Шыңғысхан бірден біледі жошының өлгенін. Сонда айқайлапты. Айт, не де болса, кет бұға. Не болды? Жош не болды деп. Ол бірақ сразу айтпағын. Тағы да қобызды қарғарай ойнай береді, зарлатып. Сонда барып, Шыңғысхан тағы да айқайлаған екен. Тоқтат, не де болса айт. Не болды менің балам? Тірім өз деп. Содан кейін барып келді бұға өлеңмен түсіндіріп айтқан екен. Жер құлады, жерде өсіп тұрған ағаш та құлады терек. Енді сенің балаң жоқ. Жошыхан қаза тапты дейді. Сонда Шыңғысхан айқайлап, құйыңдар аузына, құйыңдар мынаның аузына қорғасынды деп айқайлайды. Сол кезінде келді бұға қобызды береді. Сол кезінде жанында тұрған оның адамдары қорғасынды қобыздың аузына құяды. Енді бір сөзде бір аңызда айтады, ол қобызда ойнады дейді, бір аңызда айтады, ол домбырада ойнайды деді. Бірақ әйтеуір қайсында ойнаса да, ол сол жолы тапқырлық жасап, өлеңмен, қобыздың музыкасымен бәрін келтіріп, қара қайғысын, қазасын жеткізеді Шыңғысханға. Енді Шыңғысханның басқа амал болмайды. Өйткені оған жаңағыдай қара қазаны айтқан домбыра, не болмаса қобыз. Содан барып, келді бұға өзінің халқын аман алып қалған екен. Одан кейін бір жыл өтпей-ақ Шыңғысханның өзі де қайтыс болды. Егер
баласы 1227 жылы қайтыс болатын болса, онда Шыңғыс хан бір жылдан кейін өзі қайтыс болды. Шыңғыс ханды алтын табытқа салып, күміс арбамен қазақтың салып, Моңғолияның территориясын алып келіп, ешкімге көрсетпей оны жерледі. Енді білесіздер, ол әлі белгісіз қай жерде жатқаны сүйегінің. Ал енді Кетбұға болса, ол 6 айда туып, Палестинада қайтыс болды, қаза тапты. Оны ары қарай жалғастырамыз.